Қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирде әдеттегідей көзқарас бағдарламасы және мен Ирак Илекеев. Студиямыздың бүгінгі қонағы халықаралық бағдарлама орталығы акционерлік қоғамының президенті Ғани Нығыметов. Ғани бауырым, осы болашақты 20 жылда бір кездесіп едік. Жаңа мен осы қыздарым қоймайды қайта-қайта осы Ғани ініміздің тағы да айтатын осы мәселелері бар екен болашақ бағдарламасына байланысты деп. Ал сөз өзіңе. Рахмет. Осы екінші рет аға сіз осы бағдарламамызға шақырып отырғаныңызға үлкен рахмет. Былтыр 28 қараша күні кездескен едік. Соның 29 күні келесі күні үлкен форум өтті, 20 жылдық мерейтойлық форум өтті. Елбасының қатысуымен форум өте жақсы өтті. Президентіміз Мен қатыстым біз. Рахмет, көрдім. Президентіміз осы форумда болашақтың 20 жылда не істелгені, нәтиже туралы жақсы айтып кетті. Еліміздің осы даму тарихында бір алтын беттей болды деді. Болашақтардың балаша экономиканың салаларында үлесін қосып жатқанын айтты. Жаңағы біздің белгілі бір болашақтықтардың сөз алды. Соның ішінде Дмитрий Горбунов, тағы басқалары. Және жаңа мақсаттар қойылды. Соның ішінде Қазақстан 2050 стратегия даму бойынша, одан кейін жасыл экономика, тағы басқа жаңа мамандықтар бойынша кадрлар дайындау керек туралы айтты. Сол уақыттан бері біраз уақыт өтті, осы жаңа жыл басталды. Енді осы жылы жаңалықтарымыз осы жылға мемлекеттік қаражат жағынан 16,5 миллиард теңге бөлінді. Соның биылға бөлініп отыр. Осы жылға бөлініп отыр. Бұл дегеніміз 1100 адам Қазақстан Республикасы болашақ стипендиясына иегер бола алады. Сол менің енді осы тікелей эфирді қуаныштыға бар ғой. Қуаныштыға бар. Біраз түлектеріміз ертең оқуға барады деген сөз ғой. Солай. Осы тікелей эфирді пайдалана отырып, барша Қазақстан азаматтарын айтқым келгені осы 3 наурыздан бастап, өткен аптадан бастап 31 қазанға дейін осы жылы біз құжаттарды қабылдаймыз. Конкурстық науқаны басталады. Соның ішінде 3 санат бойынша біз құжаттарды қабылдаймыз. Ол дегеніміз өз басымен, өз бетімен түскен үміткерлер. Олар бізге сол шетел оқу орындарынан жаңағы шақыру қағазы алып келсе, біз олардың құжаттарын қабылдаймыз. Екінші санаты, екінші категория дегеніміз ол мемлекеттік қызметшілер. Барша мемлекеттік қызметшілер, орталық мемлекеттік органдар болсын, әлде аймақтарда жұмыс істейтін жұмыскерлер болашаққа түсе алады. Үшінші санат ол біздің ғылыми педагогик қызметкерлер. Ол дегеніміз мұғалімдеріміз, университетте жұмыс істейтін педагогтарымыз, профессорларымыз болашаққа түсе алады. Үшінші категориямыз ол осы жылы бітірейін деп жатқан жоғары оқу орындарының түлектері. Осы қыркүйекте бітіріп жатса, оқуларын, өз дипломдарын алып, құжаттарын бізге қыркүйектің қазанның соңына дейін тапсыра алады. Осы жылы біз 3 рет құжаттарды қабылдаймыз, жыл бойы қабылдап отырамыз. Менің ойымша ол өте жақсы жасалған шара болып тұр қазір. Одан кейін айтып кетейін, стажировка, тағылымдама дейді. Ол бойынша да біздің 3 категориямыз қатыса алады. Соның ішінде инженерлік техникалық кадрлар, заводта істейтін инженерлер, жоғары білім бар азаматтары, одан кейін медиктер, сосын 3-ші категория педагогтар. Қазір жалғастырайық. Жақсы. Телефон сұрақ бар екен. Тыңдап отырмыз көрермен. Ал, саламатсыз ба? Уалейкум салам. Саламатсыз. Айта беріңіз. Алло, саламатсыз ба? Мен Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданынан хабарласып тұр едім. Менің қояйын деген сұрағым, мен өзім педагог маманмын, тағы да екінші қосымша мамандығым Қытай тілін өте жақсы білемін. Сосын сол болашақ бағдарламасына қатысу мүмкіндігім бар ма? Жоғарғы бакалавр дәрежелі дипломым бар. Рахмет. Айтып кеттім, педагогтар, мұғалімдер магистратураға түсе алады. Оған отдельно категория жасалған, дербес категория. Одан кейін стажировка бойынша да өтуге болады. Толық мүмкіндіктер бар. Біз қазір осы 3 наурыздан бастап барша аймақтарға бара жатырмыз, бардық. Мен өз басым осы өткен аптада Атырауда, Ақтауда, Жаңаөзенде болып келдім. Менің орынбасарларым қазір Таразда, Семей, Көкшетауға барып келді. Жалпы 14 облыстың
орталықтарына барамыз. Және моноқалаларды да қамтып жатыр екенсіздер. Шағын қалаларды қамтып жатырмыз. Соның ішінде 10 шағын қала Ақсай, Күлсары, Жаңаөзен, Қаратау, Кентау деген қалаларға барамыз. Менің ойымша, жалпы баршалық қазақстандықтарға болашақ туралы мәлімет жақсы беру керек. Болашақ бағдарламасы дамып жатыр. Қаражат қамтамасыз етілген. Осы мен Жаңаөзенде барып келгенде кейбір жаңағы сұрақтар қойып жатқанда, осы болашақ бізге бір фантастика сияқты, түсуге өте қиын деген сияқты пікірлерді айтты. Біз осы берген ақпаратқа, мәліметке өте рахметін айтып жатты. Осылай түсуге болады екен, сондай мүмкіншіліктер бар екен деген туралы мәліметті бергенімізге рахметін айтты. Менің ойымша, осы тікелей эфирді пайдалана отырып, халық риза ғой осыған барғандар. Жалпы мен айтып кетейін, осы Атырауда болғанда, Ақтауда болғанда, халық біріншіден біздің Қазақстан азаматтарымызға, халқымызға рахмет айтып жатыр, және президентімізге рахмет айтып жатыр. Осындай стипендияны құрғаны үшін 93 жылдан бастап 10 мың адам аса иегері болды. 10 мыңшы бала елбасының қолынан куәлік алды ғой. Куәлік алды, иә. Ол қазір Америкаға кетіп оқып жатыр уже. Сол мен айтайын дегенім, жалпы халық осы мүмкіншілікке өте риза, рахметін елбасымызға айтып жатыр. Енді осы жолы ережеге бір өзгерістер енгізілді ме? Иә, мен айтып кеттім, жалпы осы жылдың ерекшеліктері. Біріншіден, жаңағы айтып кеткен санаттарға категория бойынша жаңа 2 категория қосылды. Ол дегеніміз жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері, біздің журналистерге. Журналистер қазір осы жылдан бастап магистратураға түсе алады. Одан кейін жаңа категория ол шығармашылық және мәдениет салаларының қызметкерлері. Театрда жұмыс істейтін актерлер, олар да болашақ бойынша магистратураға түсе алады. Осы жерде бір осы мәліметті ең бірінші Мұхтар Абрар осы біздің қазмедиа орталығында айтқан сол кезде енді қайдан білем, Ирақ ағамыз енді жас келіп қалды ғой. Жастар жіберген дұрыс шығар. Жоқ, сіз де қатыса аласыз. Стажировка бойынша 1 айдан 12 айға дейін сондай мүмкіншілік бар. Бұл үлкен жаңалық енді, жаңа мамандық қой, иә. Ол жаңа 2 осы жаңа мамандықтарды олар қай елдерде, қай университетте алуы мүмкін? Ол көрсетілген бе ол? Көрсетілген. Бізде 33 мемлекеттің 209 университеті көрсетілген тізімімізде. Сол қай мемлекетті таңданса, сол мамандық бойынша сол мемлекетке, сол оқу орнына бара алады. Тағы телефон сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Иә. Қайырлы күн. Мен сіздерге қоятын бір сұрағым бар еді. Мен Оңтүстік Қазақстан облысынан хабарласып отырмын. Сізге қоятын сұрағым, мен тарих пәнінің мұғалімін. 3 жылдық стажым бар. Сіздерде болады ма ары қарай жалғастыруға, магистратураға немесе шетелде басқа жалғастыруға? Рахмет, өте жақсы сұрақ. Енді бірақ сіз енді байқап отырған шығарсыздар. Бұл сұраққа жауап берілді жаңа тағы. Жауап берілді, тағы да енді ерекшеліктері болса айта қойыңыз енді. Тағы айтып кетейін, жаңа айтып кетті, 3 жыл стажы бар деп, ол өте дұрыс, өте жақсы. Стажировка бойынша дәл 3 жыл стажы болу керек. Соның ішінде 1 жылы сол мамандық бойынша. Мысалы, мұғалім ретінде біздің стажировка бойынша өте алады. Одан кейін стажировка барғысы келмесе, магистратураға да түсе алады. Ғылыми педагогик қызметкер ретінде. Ғани, жаңа Батыс Қазақстан облыстарын аралап келдіңіздер. Алып келдім. Енді мына Оңтүстік Қазақстан, жаңа Таразға орынбасарың барды ма? Қазір барайын жатырмын. Барайын деп жатыр. Мен өзім ертең Шымкентке барайын деп жатырмын. Осы мәселе сонда келсін деп айтыңызшы. Қайда өткізесіздер? Ертең жаңағы ЕКГУ, Оңтүстік Қазақстан облысының жаңағы мемлекеттік университетінде боламыз, және Шымкент қаласының әкімшілігінде боламыз. Жалпы сол жерге мемлекет қызметшілер, педагогтар, медиктер келеді, шақырдық. Мен де шақырамын. Сағат ертең жұма күні сағат 10-да әкімшілікте болады, түстен кейін жаңағы университетте болады. Ал Кентау қаласына бармайсыздар ма? Кентау қаласына менің қызметкерім барады, бөлім бастығы. Бұл айтып отырған себебім 3 миллион халқы бар, Оңтүстік Қазақстан облысында. Әрине. Шырайлы Шымкентіміз, оны ұмытпау керек ол жағын. Әрине. Мен өз басым сол бара жатырмын, сол барша мәліметті айту үшін, насихат жасау үшін. Тағы да қандай жаңалықтар бар сіздің осы қазір? Жаңалықтар енді ең бастысы жаңағы біздің болашақтың мақсаты, болашақ балансының мақсаты осы біздің еліміздің даму бағдарламаларына, соның ішінде білім және ғылым бағдарламасы, жаңағы индустриалдық инновациялық даму бағдарламасына кадрлар дайындау.
мысалы Исекешев мырза геологтар керек деп айтып кетті соңғы сөзінде. Сол керек біздің мамандықтар бойынша болашақ арқылы кадрлар дайындау. Сол үшін біз өзіміздің тізімімізді өзгерттік осы жылы, жаңадан қарастырып, жаңа мамандықтарды енгіздік. Соның ішінде геология болсын, машиностроение, ауыл шаруашылық мамандықтары баршасын кіргіздік. Одан кейін біздің жаңа тізімімізді біздің Қарата Тұрсынов ағамыздың арманы орындалды деп айтуға болады. Ол кісі айтып қоймайтын еді мәжілістің отырысында. Геология саласында қашан мән бересіңдер деп, қашан қаражат бөлінеді, қашан мамандар дайындайсыңдар деп. Біз ертең біз өмірден кетсек не болады деп соны айтып отыратын еді. Біз қазір осы жылы жаңағы индустрия министрлігімен бірге жұмыс істеп, осы геологтарды бір топ жасап, соларды бір ақш-тың ең мықты геология мектептеріне жіберу мақсатымыз бар. Жалпы тағы жаңалықтар айтып кетейін. Біз тағы бір тізіміміз бар, ол жаңағы ең мықты оқу орындарының тізімі. Біз болашақ бағдарламасы бойынша оқуға бара алатын тізім. Соны біз жаңа қарастырдық, жаңа айтып кеттім, 209 университет енгізілді. Соның ішінде Ұлыбританияның кейбір университеттерін алып тастап, ең мықтыларын қалдырдық. Тағы басқа мемлекеттерді қарастырып, соның ішінде жаңағы Корея, Южная Корея, сол елдің университеттерінде енгіздік. Егер өткені сол университеттер қазір рейтингте, халықаралық рейтингтерінде жоғары орындарды алып жатыр. Соны біз мониторинг жасап жатырмыз, соны бекіттік. Одан кейін тағы жаңалықтар айтып кетейін, енді осы жылдан бастап тіл мәселесіне біз көңіл аудардық. Енді менің ойымша, осы республикалық комиссияда айтып жатыр, ең басты біздің бағытымыз ол сапа болу керек. Болашақ түлектерінің сапасы, болашақ бағдарламасының да сапасы. Сол себептен біз ағылшын тіліне IELTS 3 болатын былтыр, осы жылдан барып 4-ке дейін көбейттік. Комиссия шешімі болды, сол 4-ке дейін көбейттік. Тілі жақсы болу керек. Тілі жақсы болу керек. Талап кішкене көтерілді.